Көптеген мақалдың айтылуай тегін бедай апысын тату бір қасық қант қосам. Және оны ашытып, 2 сағат ашытып, әбден ашығаннан кейін ыстық майда пісіріп аламыз. Қант, дрожь, шамалы тұз, ұн, сосын сүт. Сондықтан да төменде ұсынылған халқымыздың ұлттық ыстық ет тағамдары сізді дастарханыңыздың шырайын одан әрі аша түседі деген сенімдеміз. Салтымызды құрметтеп, қазір де осы тағамдарды ұмытпай